Сәлем достар, мен Смарт Жақыз 2 сынып оқушысы математикадан есептер шығаратын боламыз. Бүгінгі біздің тақырып көбейту мен бөлу. Өзара кері амалдар. Біз бүгін көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар екенін білетін боламыз. Суреттерге қарап, сұрақтарға жауап берейік. Әр қатарда 4 шаршыдан болса, онда 3 қатарда неше шаршыдан бар? Әрине 12 шаршыдан бар екен. Әр бағанда 3 шаршыдан болса, онда 4 бағанда неше шаршыдан бар? Әрине 12 шаршыдан бар. Сурет бойынша 2 көбейтінді жаз. Оның мәнін табайық. 4-ке көбейтеміз 3-ті, тең болады 12 екен. 3-ке көбейтеміз 4-ті, тең болады 12 екен. 4 дегеніміз көбейтінді, 3 дегеніміз көбейткіш екен. 12 дегеніміз көбейтіндінің мәні. 12 санында 4-4-тен неше рет бар? 12 санында 3-3-тен неше рет бар? Бөлінділерді жазып, мәнін табамыз. 12-ні бөлеміз 4-ке, тең болады 3 екен. 12-ні бөлеміз 3-ке, тең болады 4 екен. 12 дегеніміз бөлінгіш, 4 дегеніміз бөлгіш екен. 3 дегеніміз бөліндінің мәні екен. Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екенін білдік бүгін біз. Кел ойнайық, суретке қарайық. Сағат тілінің бойымен бір санынан бастап 2-2-ден қоса отырып, дөңгелек бойымен 2 айналым жасайық. Олай болса, кеттік. Бірге қосамыз 2-ні, тең болады 3 екен. Бірде А деген әріп тұр екен, 3-те Қ деген әріп тұр екен. Сонда бізде ақ деген сөз шықты. 3-ке қосамыз 2-ні, тең болады 5 екен. 5-те С деген әріп тұр екен достар. 5-ке қосамыз 2-ні, тең болады 7 екен. 7-де Е деген әріп тұр екен достар. 7-ге қосамыз 2-ні, тең болады 9 екен. 9-да Р деген әріп тұр. 9-ға қосамыз 2-ні, тең болады 11 екен. 11-де Е деген әріп тұр. 11-ге қосамыз 2-ні, тең болады 13 екен. 13-те К деген әріп тұр екен. Сонда бізде ақсерек деген сөз шықты. Келесіне көшейік. 13-ке қосамыз 2-ні, тең болады 15 екен. 15-те К деген әріп тұр екен. Келесіне көшейік. 15-ке қосамыз 2-ні, тең болады 17 екен. 17-де Ö деген әріп тұр екен. Келесіне көшейік. 17-ге қосамыз 2-ні, тең болады 19 екен. 19-да К деген әріп тұр екен достар. Сонда бізде көк деген сөз шықты. 19-ға қосамыз 2-ні, тең болады 21 екен. 21-де С деген әріп тұр екен достар. 21-ге қосамыз 2-ні, тең болады 23 екен. 23-де Е деген әріп тұр екен. Келесі есепке көшейік. 23-ге қосамыз 2-ні, тең болады 25 екен достар. 25-де Р деген әріп тұр екен. 25-ге қосамыз 2-ні, тең болады 27 екен. 27-де Е деген әріп тұр екен. 27-ге қосамыз 2-ні, тең болады 29 екен. 29-да К деген әріп тұр екен достар. Сонда бізде сирек деген сөз шықты.
Балалар ойынының атауы ақсерек, көксерек екен. Көбейту және бөлу таңбаларын неміс математигі Готфрид Вильгельм Лейбниц енгізген екен. Осыны біліп жүрейік. Сау болыңыздар, достар.